Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар, Қанай би еліне қош келдіңіздер. Бүгін міне біз үшін ерекше күндердің бірі. Бүгінгі күнге орай біз сіздерге осынау кереметтей ауылымыздың мұражайымен таныстырғымыз келеді. Ауыл алтын тамыр. Ту баста Абылайды хан көтерген, қамқордан ауылдың шешен Қанай. Бұл суретте Абылай ханның қамқоршысы әрі кеңесшісі, қазақтың биі шешені Қанай Құтымбетұлы атамыздың суреті бейнеленген. Қанай Құтымбетұлы 1695-1698 жылдар шамасында қазіргі Ақмола облысы Зеренді ауданы Қарабұлақ ауылында дүниеге келген. Жалпы Қанай би атамыз туралы деректер аз болғанымен, оның халық арасында үлкен құрметке ие болғанын біле аламыз. Қанай би атамыз 1780 жылы Ташкенттің бегі болып, сол қаланы билеп тұрған шағында дүниеден озған. Ал сүйегі Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерленген. Суреттің оң жағында Қанай би атамыздан тараған алты ауылдың Қанай би, Игілік, Жамантұз, Жертау, Ұялы және Еңбекбірлік ауылдарының картасы көрсетілген. Оның астындағы суреттерде Қанай би атамыздың ұрпақтары Мәлік Ғабдоллаұлы, Өзбек Елемесұлы, Баян Жаңғаұлы, Айтқажы Қазбекұлы, Рамах Абдрахманұлы және Айдарбек Иманбайұлы аталарымыздың суреттері тұр. Оның астындағы суреттерде біздің Қанай би атамыздың 300 жылдық мерейтойынан естелік суреттер. Жалпы мерейтой 1999 жылдың тамыз айында кең көлемде атап өтілген болатын. Келіп жақындасаңыздар болады. Бұл жерден біздің ауылымыздың тұрмалары, біздің Қанай би атамыздың ұрпақтары, Темір Жан атамыз, Ұлы Отан соғысының ардагері, Венгрия соғысының ардагері Тұяқ атамыз және Жолдас атам, Ауғанстан соғысының ардагері Қайрат ағамыздың суреттерімен өмірбаяндар жазылған.